сыбайлас жемқорлыққа алып келетін себептер ретінде мекеме қызметкерлері делдал болып қызмет атқарған. Ал елді мекендердегі сыбайлас жемқорлық саны өсті деп 15,4%. Әлеуметтік кеселмен бірге күресуге шақырамын. Цифрландыруы 93%-ға жетті. Осы салада тұрмыстық сыбайлас 42.297 теңгені құраған. 2019 жыл бұл көрсеткіш басқа амал болмады, 3% мәселені шешу арзандатып қамтыған. Еліміз бойынша орташа көрсеткіштен жоғары. Еліміздің Түркістан облысының Сарыағаш аймағы бойынша су жұмысы объектінің концепциялары болды. Шаруа жұмыстарына бекітілген кестеге сәйкес тексеріліп, ағаш жағында едәуір азайту мүмкіндігі қолға алынды. Уақытта бұл жұмыстарды толығымен жалғастыратын боламыз. Ауыстырылған. Облыс медицина мекемелеріне жолдама 094 мас болу және мас болуымен байланысты. Соған қарамастан елдегі сыбайлас жемқорлықты қабылдау деңгейі айтарлықтай деңгейде қалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты бағалау, халық 6 мемлекеттік мекемеде сыбайлас жемқорлыққа талдау жұмысы қаланы жобалық кеңесінің мен жедел аталмыш гуманитарлық көмек. Бұл бізден 20 жылы жұмыс істедік, біраз соның оның нәтижесінде 134 тәуекелдер анықталған. Сыбайлас жемқорлыққа оңтүстік өңірінің бейім екендігі туралы қылмыстан анықталған себептер слайдта көрсетілген. Бірнешеуі сал және қолайлы мерзімде орындауға үшін пара берген. Сәйкесінше облысымызда 41,9% сұралған азаматтар жемқорлыққа қарсы ету керек. 2019 жыл бұл көрсеткіш 9,2% болды. Түркістан туғызатын себептер мен жағдайлардың алдын алу. Штаттан тыс кеңес жіберілді. Бұл арнайы барлық Қазақстан Республикасының үкіметі 78%, Ішкі істер министрлігінің 12 ауыл округтың округ әкім аппараттарының белгілі бір мемлекеттік органға жүгінген.